Сәлем баршаңызға достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода бүйректің негізгі қызметі және бүйректі үй жағдайында тазалау әдістерімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүйрек қарын кеңістігінде омыртқаның екі жағында орналасқан жұп мүше. Оның салмағы шамамен 120-200 грамм. Оң жақтағы бүйрек сол жақтағымен салыстырғанда 2-3 см төмен орналасқан. Осының салдарынан тас алдымен оң жақтағы бүйрекке ұялайды. Бүйрек қанмен келген неше түрлі улы заттарды, қаннан зәрді бөлетін мүше. Әрбір минут сайын бүйректің сүзгісінен 1-2 литр қан өтеді. Яғни сағат сайын 72 литр, ал тәулігіне 1728 литр қан бүйрек арқылы өтеді екен. Орта есеппен адам денесінде 5-6 литр қан бар десек, ол бүйрек арқылы тәулігіне 250-300 рет өтеді деген сөз. Бүйрек адам денесіндегі судың көлемін де реттеп тұрады. Зәр арқылы улы заттарды адам денесінен аластайды. Ағзадағы зат алмасу процесінің бұзылуынан адам бүйрегіне тас жиналады. Ол бүйректі зақымдандырып, басқа мүшелерге де кері әсерін тигізеді. Адам денесіндегі қан бүйрек арқылы сағатына 8-9 рет өтетіндіктен бүкіл денедегі қалдықтар қанмен бірге бүйрекке жетіп, ондағы мөлшерден артық тұздар бүйрек қуысында кідіріп қалады. Бірте-бірте ол тасқа айналып, зәр жолдарына немесе қуыққа жиналады. Төменде бүйректегі құм мен тасты үй жағдайында қолжетімді заттар арқылы тазалауды айтатын боламын. Ең бірінші әдіс жүзім жапырағы, лимон шырыны мен жөке, яғни липовый цветок гүлдерінің қоспа шайы. 1 литр суға әр қайсысынан 2-3 ас қасық салып, 10-15 минут қайнату керек. Кешкісін 2 стакан қоспаны ішіп, денені жылы ұстаған жөн. Қоспа шай бүйрек қуысының қозғалуын жиілетеді де, құм мен тастың зәр жолдарына түсуіне ықпал етеді. Ішу мерзімі 1 ай. Екінші әдіс пияз бен сәбіз шырындарын тамақтан жарты сағат бұрын күніне 3-5 рет 2 апта бойы 3 ас қасықтан ішу керек. Үшінші әдіс қарбыз бен оның қабығының қайнатындысы. Қарбызды күні бойы жеп шөлдегенде оның қабығын қайнатып суын ішу керек. Қарн ашқанда қарбызды ғана нанмен жеген дұрыс. Тәулігіне 2,5-3 кило қарбыздың қайнатындысын 2 апта бойы ішу керек. Зәр жолдарындағы тастың диаметрі 1 см-ден аспаған жағдайда осы тәсіл өте тиімді. Төртінші әдіс итмұрынның тамыры мен жемісінің қайнатындысы. Адам денесіндегі тастардың барлық түрлерінің құмға айналуына, бауыр мен жүректің жұмысына да пайдалы. 1 литр суға 7-8 ас қасығын салып, 15 минут қайнатып, ас ішер алдында жарты кеседен күніне 3 рет 2 апта бойы үзбей ішу керек. Бесінші әдіс коньяк ішу. Кешкі асты қабылдамай тұрып 100 грамм коньяк ішіп, әсер білінгеннен кейін күніне 2-3 шақырым жүгіру керек. Ол денені қыздырып, құм мен тасқа әсер етеді. Ішу мерзімі 1 ай. Мүмкіндік болса бүйректі тазалау алдында, одан кейін де УЗИ-ден өтсеңіз, қолданған еміңіздің нәтижесіне көз жеткізесіз. Достар, ауырмаңыздар, ем болсын. Бұл әдістерді пайдаланып көріңіздер, пайдасы тиеді деген ойдамын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.